кризис жайлы болады, өміріміздегі қиыншылықтар және олардан қалай өтеміз, бір нәрсе істеу керек еді. Уже жаңа стратегия, жаңа іс-қимылдар, өміріңіздегі қазір қандай қиыншылық болмасын, шешімі бар. Қорқыныштарымызды емес, армандарымызды қоректендірсек, бұл действительно проблема. Артығынан, ескісінен отказ беру керек өмірде. Мен ойымша біз кризисті өте қатты жақсы көру керекпіз. Өзіңнің бір курсыңды біліп барып бір нәрсені таңдамасаң, то есть өмірімізге бір ревизия жасау керек. Қалайсыздар достар, сіздермен Құлан Мектеп берген және бүгін потенциал подкастының 3-ші эпизодын түсіреміз. Бүгінгі талқылайтын тақырыбым бұл кризис жайлы болады, өміріміздегі қиыншылықтар және олардан қалай өтеміз. Болады ғой бір состояние, вот когда все хреново, вот алдыңда не тұрған непонятно. Осындай ситуацияларда не істеу керек және қалай өту керек деген тақырыпты талдайық. Ең біріншіден мен бір оқиғаны алғым келіп отыр. Енді ол оқиғаны мен примерно айтып берем. Енді менің бір клиентімнің оқиғасы болғаннан кейін бір детально айта алмай тұрмын. Но примерно айтып берейін. Мынандай жағдай болуы мүмкін, бір күндерің өзімен өзі өтіп жатыр, бір сарынды, қалай саудаң, кәсіп жасап жатсаң болсаң саудаң сол қалыпты, не өсіп жатқан жоқ, немесе саудаң төмен түсіп жатыр, немесе дәл қазіргі уақытта немен айналысатының ары қарай түсініксіз. Бір жұмыс іздеп жүрсің, немесе бір не істеу керек еді, бір нәрсе істеу керек еді деген сияқты бір жолдармен ойланып жүрген болуың мүмкін. Дәл осындай ситуациямен маған бір жігіт келді. Енді ол жігіттің қазіргі ситуациясын айтқан уақытта в основном айтады маған. Вроде бәрі бар дейді, вроде бәрі бар. Бизнес бар, отбасы бар, машина бар, үйім бар, әйтеуір ақшалар түсіп жатыр, ақша келеді, жоқ болып кетеді дейді. Но бірақ что-то не то дейді. Енді біздің сөз ғой, что-то не то. Бір нәрсе жетіспейді дегендей, как бы бір ситуация, осындай бір ситуация. Мен негізі дәл осындай что-то не то, егерде алдағы уақытта сен не істеріңді түсініксіз, бір қиыншылыққа келсең, бұл бір кризисный ситуация деп білем. Бұл кризисный ситуация сені бір шыңдау үшін, немесе бір келесі этапқа өткізу үшін келген да. Бірақ өкінішке орай бұл осы біз кризисный ситуацияларды өмірде бір қабылдамаймыз да. Бір қабылдамаймыз вообще. Как бы, Аллаға шүкір, әйтеуір қазір болып жатыр ғой деп сол кризистік ситуацияға мүлдем қарамауға тырысамыз. Бірақ кризисный ситуацияға, бір қиыншылыққа қарамаған сайын ол өзінен өзі жоқ болып кетпейді, немесе өзінен өзі ол как бы азаймайды. Ол ситуация тура солай тұрады. Мен ойлаймын да, вот болады ғой бір ситуация, вот когда я все по звезде, все хреново деген уақытта мен ең бірінші қоятын сұрағым, действительно бәрі сондай ма, шынымен? Бәрі сондай ма? Потому что біз жаман, жақсы деп ситуацияға бағаны өзіміз бергенбіз ғой. Сен оны білмейсің ғой, жақсы ма, жаман ба. Дәл қазіргі саған болып жатқан бір ситуациялар саған дәл қазір жаман болып тұр, потому что сен осы уақытқа дейінгі, то есть бұрынғы сенің стратегияң оны шешуде саған бір понятны модельдер болған. Ал қазіргі реалиде ол ситуацияларды сен уже шешкенге саған бір келесі уровень керек шығар. Сол үшін сен сол ситуацияны бір жаман деп ат қойып тұрған шығарсың, Өйткені болады ғой, бір кезінде бір қиналған сәтімізді қазір еске алсақ, шынымен сол сәт бізге керек болды, өйткені келесі этапқа шығу үшін. Сондықтан біз ол ситуацияға действительно жаман, все хреново, все как бы бір
вот бытшыт деп айтады ғой, бытшыт деп біз қазір оған баға беріп тұрған өзіміз ғана. Мынандай ситуацияны алайықшы. Мысалы, менің кішкентай балам бар. Бұл енді балалары бар ата-аналар білу керек. Мысалы, бір ситуацияда балада кризистер болады. Кризис 3 лет дейді. Потому что сол кризис 3 жасында кризис кезінде мен өзім баламнан байқадым. Ол бала бәрін өзім жасаймын дейді, өзім білемін дейді, өзім тамақ ішемін дейді. Бір жынданатын сондай бір уақыттары болады өзінің ше. Енді ол уақытта әртүрлі іс-қимылдар жасайды. Сол қимылдарының бірі маған енді сыртынан қарасаң бір күліп қарайсың да, бір сүйсініп қарайсың. Бір баламның бір футболкасы болатын. Өзі жақсы көреді. Всегда сол футболканы киетін. Енді біз барамыз да новый футболка алып келіп береміз да, жаңағы балама. Новый футболканы кидірейік десек, кимейді анау. Енді мен айтады, мен ескімен жүре беремін дейді. Сонда біз айтып жатырық қой енді балама, жоқ, анау футболкаң уже саған сыймай жатыр, болды уже. Ол уже ескі дегендей нәрсені түсіндіргім келеді, бірақ бала жоқ, көнбейді. Мен ескі футболкамды киемін, мен осымен жүрем дегендей бір күй танытады да. Кей кезде маған консультацияға келген уақытта мен тура осындай жағдайды көрем. Мен өмірімде кризис болып жатыр. Ол деген сөз жаңағы баламның ситуациясына алып келетін болсақ, маған қазір жаңа футболка келіп тұр, бірақ маған ескі футболкам ұнайды деп тұрады да клиент ше. Маған осы ескі футболкам ұнайды, сыймай қалса да, жаңа жыртылып қалса да, немесе ескіріп кетсе де, мен осы ескі футболкада тұрамын дегендей бір күй танытады. Жаңағы балам сол жаңа футболканы үстіне кидірсең, кей кезде шешіп тастап, ескі футболкасын киіп алып, бір жынданып сондай кездер болатын. Мен ескі футболкасын кигенге мен қарсы емеспін, бірақ ол футболка уже ескірді да, уже енді шыны керек, андай сыймайды даже, кей кезде бір тар болып қалады да былай. Енді тура осы сияқты өмірімізде болып жатқан кризисный ситуациялар, бұл яғни бізге жаңа футболка келді өмірімізге. Жаңа футболка келді, бірақ жаңа футболканы біз қазір кимейміз деп, жаңа мен баламша жылап тұрық, и біз соның атын кризис деп атап тұрық та өзіміз. Соны біз хреново, соны біз маған қазір как бы бытшыт деп соған тура солай ат беріп тұрық. Бірақ дәл қазір шынымен маған жаңа футболка келіп тұрғанын білу үшін біз бірінші сондай ескінің ескіргенін немесе бір болып жатқан оқиғаларда маған уже жаңа стратегия, жаңа іс-қимылдар қабылдау керек екенін мен білмеймін. Енді осы кезде мен түсінем. Негізі қазір мен сіздің өміріңізде болып жатқан қиыншылықтарды никак не обесцениваю. Действительно қиын ситуациялар болады, бірақ өміріңіздегі қазір қандай қиыншылық болмасын, оның шешімі бар. Дәл қазір сіз менен шешімін іздеп жатқан шығарсыз, бірақ шыны керек мен сізге шешімін айта алмаймын, потому что оның шешімін сіз ойламаған, мен ойламаған жерден келеді. Мен ойламаған жерден және сіз ойламаған жерден келеді. Бірақ біз сол қиыншылықты ойлаған сайын, бізге қиыншылықтың сол проблеманы масштабировать етеміз да, проблема үлкейе береді. Ал бірақ біз өзіміздің ойларымызды контрольге алып, сол қиыншылықты емес бізге арман қалауларымызға ауыстыратын болсақ, кішкене ойынды өзгертуге болады. Былайша айтқанда, біздің қорқыныштарымызды емес, армандарымызды қоректендірсек, уже кішкене легче станет. Но все равно бір ситуация болды, менің енді бір консультациямда шынымен адамның өміріне даже қауіп төніп тұрған бір ситуация болған. Кәдімгі адамның өміріне қауіп төніп тұр. Сондықтан мен ойлаймын, шынымен өмірдегі кризис, өмірдегі бір прям все не так деген нәрсе действительно олай ма, немесе біз баға беріп тұрық па. Бірақ шынымен сенің өміріңде қазір біреу келіп шынымен сенің өміріңе қауіп төндіріп, кәдімгі сені жаңағы өлтірейін деп тұрса, мен бұны, бұл қиыншылық, бұл жерде менің бір тревоганы сезініп, өзім бір дірілдеп,
ол жерде бір қиыншылықты сезіну бұл заңды процесс, потому что менің өмірімде қауіп төніп тұр. Бірақ қазіргі сіздің өміріңіздегі қиыншылықтардан туындаған тревога бұл мен ойымша нормально, потому что мен де қазір сіздерге подкаст жазып отырмын. Шыны керек, басында мен кішкене қобалжыдым, өйткені все-таки мен бұл іске өте серьезно қараймын, аудиторияға мен айтып жатқан сөзім дұрыс жетіп жатыр ма деген сияқты менде кішігірім тревога болады. Сол тревоганың арқасында мен жұмыс істеймін, мен өзімнің жұмысымды сапалы беруге тырысамын сіздерге. Бұл заңды тревога, иә, кәдімгі бұл табиғи құбылыс, бұл нормальный тревога деп айтатын едім. Енді сіздердің де сөздеріңізде бар ғой, там бала шағаның қамы ғой, осыларға жұмыс істеп жатырық, немесе өзіміздің болашағымыз үшін жұмыс істеп жатырық деген сияқты бір уайыммен жүру бұл нормально. Бірақ бағанағындай менің әміренің менің балам жаңа футболкасы жаңа футболка келіп тұрған кезде біздің ол ситуацияны қабылдамауымыз бұл действительно проблема. Бұл действительно проблема. Сондықтан негізі осы кризис кезінде бізге шешім қабылдау керек. Шешім қабылдаған уақытта бізге артығынан ескісінен отказ беру керек өмірде. Мысалы қараңызшы, дәл қазіргі өміріңізде кризис болып жатыр, яғни бұл шешім қабылдайтын кез. Ал біз ол кризисті байқамай шешім қабылдамасақ, легче не станет, потому что шешім қабылдамаудың өзі шешім. Негізі біз өзімнің сезімдерімді сезіне алсам, алдыңғы подкасттарда айтып кеткендегідей, менің ішімде бір шешім бар. Ол шешім менен емес, менің ойымнан шыққан шешім емес, ол сезімнен шыққан, жүректен шыққан шешім болатын болса, бізге әртүрлі кризисте не істеу керек екенін бізге айтады. Біз білеміз даже не істеу керек екенін. Обычно менің байқағаным бойынша осы кризисный ситуацияда немесе қиыншылық ситуацияларда бізге артығынан өмірімізде болып жатқан артық заттардан отказ беру керек. Былайша айтқанда, қазақша айтқан кезде ескісіне отказ беріп, бір шешім қабылдау керек. Мысалы, шешім қабылдау дегенде сол нәрсе сияқты. Өйткені сен шешім қабылдаған, бір ресторанға баратын болсаң, саған бір шөлдеп тұрсаң, сусын ішу керек болатын болса, сен менюді ашсаң, сол жерде саған суы да, соғы да, жаңағы чайы да, кофесі де, жаңағы лимонады да бәрі тұрады, бірақ сен бәрін іше алмайсың, сен біреуін таңдайсың. Яғни сен қалғандарынан отказ беріп тұрсың. Осы кризисный ситуацияда менің балам сияқты жаңағы ескіге жармаспай, біздің шешім қабылдауымыз бір жеңіл жібере алуымыз керек. Жеңіл жібере алған кезде бізге уже сенім пайда болады. Кей кезде болады ғой, иә, мысалы дәл қазір әміре, білмеймін, менің жаңағы балам ескі футболкасын айырылып қалған кезде одан да жақсы футболка келеді деп ойламай тұрған шығар. Шынымен ғой, ол білмейді ғой, ол біліп тұрған жоқ қой, ана футболканың жаңа футболка екенін, ана футболканың әдемі футболка екенін, немесе осы футболкадан кейін маған одан да әлі 1000 футболка болатынын әміре негізі біліп тұрған жоқ. Біздің өмірімізде де тура сондай, дәл қазіргі кризисный ситуацияда болып жатқан жағдайлар, немесе бір мысалды алайық, командаңызда бір жақсы жұмысшы бар дейік, кетіп қалды. Сен бір кризис болып, сен уайымдауың мүмкін, бірақ оның орнына одан да жақсы адам келуі мүмкін, мысалы. Өміріңде бір, білмеймін, тағы да партнерыңнан айырылысып кеттің да, саған бір басқа мүмкіндіктер ашылуы мүмкін. Просто мен ойлаймын, біздің жаңа келу үшін, флешкадағы сияқты бір жаңа нәрсе келу үшін біз орын босату керекпіз, флешкадағы сияқты. Орын босату дегеніміз осы өмірдегі біздің ескі заттарымыздан құтылу. Сондықтан ескі заттан құтылған кезде ғана бізге жаңаға орынды босатамыз. Жеңіл жібере алу, бір сене алу қабілеттері бізге өте қажет сияқты, қатты қажет сияқты. Мысалы,
уже кей кезде білем, бір адам біз бір жұмыс орнына қатты байланып қалады, бірақ ана жерде уже все понятно, уже сенде действительно өсім жоқ, может там барлығы уже сенің бір жаңа деңгейге шыққаныңды қалап тұрған шығар, бірақ дәл сол уақытта біз менде болмай жатыр, менде андай болып жатыр, мынандай болып жатыр деп кризиске кіріп кетуім болады. Менің ойымша біз кризисті өте қатты жақсы көру керекпіз, потому что кез келген кризистің артында өсу бар. Енді айтады ғой, әрбір қиыншылықтың артында бір жеңілдік бар деп. Негізі табиғи құбылыс әрдайым негізі өсу неки бір болмен болады. Табиғи құбылыс. Мен кішкентай кезімде есімде, мен бір шат дейді ғой, аяқтың несінде жаңағы бел мен аяқтың ортасында бүйтіп бір жер болады, санға. Мамама барамын да айтамын, мен мама, мына жерім ауырып жатыр, осы жерім ауырып жатыр десем, сол кезде мамам айтқан еді, ничего балам, сенің бойың өсіп жатыр ғой деп ше. Тура сол сияқты кризис ситуацияда бізге кризис дегеніміз бұл просто ойынның өзгергені. То есть сенің бұрынғы ескі инструменттерің, сенің бұрынғы ескі ойлауың жұмыс істемейді уже. Саған надо адаптироваться. Қарасаңыздар, әрбір кризистің артында бізде өсу болған. Қараңыздар, соғыстар болып жатады, немесе как бы пандемия, да. Я 20-шы жылы болды ма карантин, жаңағы карантин келді, ол да ойынның ережесін сәл өзгертті бизнеске қатысты. Қазір қарасаңыздар, бізде ескі инструмент, ескі өзіміздің убежденияларымыз қазіргі реалиде бізге өкінішке орай жұмыс істемейді. Тем более қазір қарасаңыздар, ең қызық кезде өмір сүріп жатыр. Вроде бәрі бар. Біз қазір айта аламыз, біздің мамамыздан, папамыздан біз настолько жақсы өмір сүріп жатырық. Бізде там қазір мынау қазір подкасттың өзін там тұрасыздар да, бір кнопканы басып тыңдай бересіздер. Ал кезінде осындай нәрселерді білмеймін ғой, енді бір ақпарат іздеу үшін там библиотекаға барған, немесе іздеген деген сияқты. Бірақ сонда да қазіргі уақытта бәрі оңай болғанымен, мне кажется, біз сондай заманға бір лайықты, сондай заманға бір способны боламай жатқан сияқтымыз да. Менің ойым сондай да. Өйткені как бы бұрында ата-аналарымызда как бы способ выживания болса, ал қазір бізде уже, мне кажется, это не сойти с ума. Потому что вот выбор настолько көп, вот немен айлансам десең, алдыңда там, білмеймін, 45 мамандық, қандай жаққа барам десең, тоже шешім қабылдайтын, андай алдыңда выбор өте көп. Ананы қарасаң, мынау бар, ана жақтан анау жылтыраған, мынау жақтан мынау жылтыраған. Даже қазірдің өзінде ойлаңыздаршы, адамдардың сұрақтары вроде как бы немен айланссам болады деген сұрақта. Бірақ қарасаң, как бы Инстаграмға қара, Гуглға қара, интернетке кір, айлансам деген там 1040 идея тұр. Кәдімгідей там пошагово даже жазылып тұр да. Кәдімгідей мынамен айланссам болады. Елдің бәрі мына жақтан жоқ, мынамен айланыс деп жатыр. Все-таки бізге қазір вот осы жақтары кішкене қиын болып қалған сияқты да. Енді шешім қабылдау кезінде де бізге бір андай өте бір қиын да шешім қабылдауда адамдарға. Просто даже ресторанның өзіне барған кезде де вот неге менюді ашады да адамдар, бүйтіп ана жерде бүйтіп отырады да, не жесем екен деп бүйтіп. Ана жерде көп та, потому что тамақ вот білмейсің да, қайсын жеріңді білмейсің. Даже болады ғой, қыздар неге магазинге барады, там целый большой вообще там торговый центр, бірақ ештеңе таппай шығатынына күлкім келеді да. Бірақ это реально, қазіргі вот реальность сондай, настолько көп қазір, настолько выбор көп, сен білмейсің. Вот прям, мне кажется, қазір надо иметь такую вот свое мнение, өзіңнің бір как бы бір точка зрения, өзіңнің бір вкусыңды біліп барып бір нәрсені таңдамасаң, өте қиын. Бірақ шешім қабылдау деген нәрседе, осы шешімді қабылдауда, мне кажется, бізге көбінесе
кедергі келтіретін нәрселері бұл бірінші мен ойымша жадность, потому что сен келдің де ана жерге саған 3 вариант ұнап тұр да, 3 вариантта 3 көйлек те ұнап тұр, сен үшеуін де алғың келіп тұр да, ана біреуін алсаң ана екеуінен айырылып қалатындай бір жадность как бы ойнайды. Лучше шешім қабылдамай қойған дұрыс. Ал екінші, адамдар шешімді не үшін қабылдамайды? Потому что бала кезінде енді бір шешімді қабылдауы мүмкін, бірақ сол шешімді қабылдағаннан кейін бір жестко бір удар алған, кәдімгі бір удар алған. Сол удардан кейін уже адам барады да ожог дейді ғой енді, ожог, мысалы бір мамамен осындай как бы ойнап көрді бір нәрсемен, сөйтті да сол нәрсені сындырып алды, сол нәрсені бүлдіріп алды, содан кейін мамасы, папасы, басқалары ұрысуы мүмкін, содан кейін уже оказывается шешім қабылдаған апасын екен ғой, мен лучше шешім қабылдамай қояйын деп адам шешім қабылдамай қоюы мүмкін, потому что кезінде бір ожог болған, аузы күйген деген сияқты. Окей, мына нәрсені қазір айтайықшы. Бізге вроде кризисный ситуация кезінде біз шешім қабылдау керек екенін түсіндік. Шешімді қабылдау үшін бізге артығынан арылу керек екенін түсіндік. Енді мына мәселе бар. Артығынан арылу үшін, то есть өміріміздегі бастағы шумнан, бастағы мусор ойлардан, өміріміздегі артық заттардан арылу үшін бір жібере алу қасиеті керек та, кәдімгі ревизия. То есть өмірімізге бір ревизия жасау керек. Бұл ревизия жасау негізі бір сөзде оңай болып көргенімен, бірақ өмірде бір қиын құбылыс. Мысалы қарасаңыздар, кішкентай бала емшектен шығару процесі болсын, менің кішкентай балам бар, оны біз 2,5 жасында уже басқа комнатаға апарып, өзінің бөлек кроватына жатқызған кезде де ол бала кей кезде басында қайттан келіп біздің жайымызға жатып алатын. То есть қиын да, осындай бір сондай шешімдер қиын. Бөлек шығу қиын. Бір осындай шешімдерді бір шорт кесіп тастау енді бізге обычно бір қиындық туындырып жатады. Мен енді ондай бір шешімдерді сіздер үшін қабылдағым келіп тұрған жоқ. Ол шешімдерді қабылдайтын болсаңыз, ондай шешімдерді бір безопасно қабылдау керек. Мен ойымша бізде оған арналған менде ревизия деген бағдарлама бар. Оны алдағы уақытта келсеңіздер, жасауға болады. Қараңыздар, қазір мысалы мен бір қарапайым ғана, енді осы подкаст сіздерге пайдалы болу үшін бір қарапайым ғана бір жаттығуларды немесе бір тапсырмаларды сіздерге ұсынғым келеді. Қазір ойланыңызшы, өзіңіздің өміріңізде менің баламдағы әміре сияқты ескі футболка сияқты заттар бар ма өміріңізде? Ол заттардан немесе оларды тастау керек, жібере алу керек, немесе оларды как-то можно как бы продать, либо что-то делать, да? Енді бұл нәрселер өмірімізде ескі проекттер, ескі адамдар демей қойшы, просто болды, уже саған басқа этап тұру мүмкін. Ескі сенің ойларың, ескі сенің уже жарамды емес, немесе бұлардың бәрін как бы с благодарностью жіберу керек. Енді лақтырып жіберу емес, кәдімгі благодарностью жіберу керек, потому что бағанағы әміренің 3 жасқа дейінгі жаңағы білмеймін ғой, енді бір периодта киген футболкасы өзіне ыстық болып тұр ғой кәдімгі. Ол оны қазір жібермесе, значит, новый футболканы да қабылдай алмайды. Осы нәрсені бастау үшін, осы ревизияны бастау бір қарапайым ғана упражнение бар, маған өзіме қатты көмектеседі. Бұл өзіміздің қазіргі отырған социальный сеттен бастайықшы. Социальный сет, немесе өзіміздің соткамыздан бастайық. Өзіміздің, бірінші давайте телефонымыздан бастайық, компьютерімізден бастайық. Бұрында, шын айтқан кезде, мен бұрында
андай болатын, соткама компьютерме болсын, менде папкалар көп етін. Папкалар көп, оның ішінде бір фильмдер тұрады, оның ішінде бір музыкалар тұрады, оның ішінде бір электронды кітаптар, оқисың ба оқымайсың ба разница жоқ, мыңдаған картинкалар, аналар мыналар көп тұратын барлығы. И былайша айтқанда бұлар саған қатты әсер етпеуі мүмкін, бірақ қазір шыны керек менің компьютерімде бір-ақ папка бар. Шын айтамын, бір-ақ папка бар менің компьютерімде. И то оның өзі бір андай бір бұрынғы бір керек бір файлдарым еді, соларды бір керек болып қалады ау деп сақтап қалғам. Қалғандардың барлығында мен всегда удалить етіп жүремін. Вот даже менің почтам пустой. Вот всегда пустой менің почтам. Мен қазір бүгін андай келген сообщенияларды керегін алып, керегін удалить етіп жүретін адаммын да. Тура сол сияқты айфонның өздеріңіздің қазір фотоларыңызды қараңыздар, қанша фото бар, қанша видео бар, қарасаңыздар. Енді олар жұмысыңызға байланысты болмаса, мен өткенде бір досымдікін көріп таң қалдым, 17 мың фотосы бар. 17 мың фотосы бар. Мен айтамын, не істейсің оның бәрін? Мен түсіре бересің, керек болып қалады ғой, осындай ғой деп. Енді до того біздің өмірімізде қазір жаңағы выбор сияқты, жаңағы вариант көп, и притом еще мусор көп өмірімізде. И сен ол мусорлар тек қана ол әшейін өмірдегі мусорлар емес қой. Сенің компьютерің таза болса, соткаңда тоже таза болса, барлығы өз ойыңды бөлмейтіндей таза болатын болса, сен ойың да сонымен бірге тазара береді. Кей кезде енді шыны керек андай нәрселерді білемін да, бір адамның үйіне барасың, артық керек емес зат көп, коробка, білмеймін, ана жерде бір нәрсені үйіп тастаған, керек болып қалады, анау керек, мынау керек деп. Мен ең жек көретін нәрселерім осы нәрселер. Мен үйге де барсам мен лақтырып жүремін любой нәрсені. Мынау керек па деп. керек емес болды, лақтырамыз. Мен сондай адаммын да өзім. Андай бір ескі нәрселерді бір лақтырып жүретін адаммын. Сол сияқты осындай бір ревизиядан бастасаңыздар өздеріңіздің өмірлеріңізде, мне кажется, бұның өзі уже артық ойдан құтылуға бір әсер ететін сияқты. Енді бір қорытындылай келе мына нәрсені айтқым келеді. Қараңыздар, кез келген өмірімізде болып жатқан кризис бұл сенің келесі этапқа шығуыңа деген мүмкіндік қана. Не более того, потому что кризис ойбай бәрі бітті деп қарап отыра беретін болсаң, мало что изменится. Екінші, кризис кезінде бізге шешім қабылдау керек. Шешім қабылдау үшін бізге артығынан отказ беру керек. Ең дұрыс шешім бұл сіздің басыңыздан емес, сіздің сезімдеріңізден шыққан шешімдер болады. Сондықтан сезімдерді қалай айырылу үшін, сезімдерді қалай сезіне алу үшін біздің алдыңғы подкасттарды тыңдасаңыздар да болады. Содан кейін ол шешімдеріңіз обычно негізі ревизияға алып келеді. Өміріңіздегі тотальный бір ревизияға алып келеді. Дәл қазір осы подкастты тыңдап алып күйеуіңізден ажырасып кетіп, әйеліңізден ажырасып кетіп жүрмеңіз. Ондай нәрсені айтып отқан жоқпын. Тағы да барып алып, бір нәрсені жауып тастап, резко жауып тастап, бір импульсивный действие жасаудың қажет емес. Хотя бы қазір өзіңіздің соткаңыз, компьютеріңіз, ескі керек емес киімдеріңіз, үйіңіздегі хотя бы комнатаңызды тазалаңызшы, хотя бы комнатаңызды. Вот комнатаңызда тап-таза болатын болса да керек емес заттар бар, солай. Мен білем да, вот біздің адамның өміріне көп нәрсе керек емес, бірақ қазіргі кездегі маркетинг, қазіргі кездегі енді жылтыраған нәрселердің барлығы бізге навязывает, что мына нәрсе керек саған, ана нәрсе керек деп. Былай қарап келсек, біздің адамның өміріне көп нәрсе керек емес. Принципе, осы. Келесі жолы, келесі подкасттарда менің айтқым келіп жатқан тақырыптардың бірі бұл осы артық ойлардан, бастағы шумдардан қалай құтыламыз. Мен келесі аптаның подкастын соған арнаймын. Сіздер де подкастты көріп жатсаңыздар, маған кері пікірлеріңізді
қалдырсаңыздар қуанып қалатын едім. Бүгінгі эпизодта менімен болғандарыңызға рахмет. Бар болыңыздар, бай болыңыздар.